Тоқал. Әңгіменің жалғасы. Ауылдағы той-томалақ жиындарға да баруды қойған. Барса елдің барлығы өзіне мүсіркеп қарайтын сияқты. Көбіне Дастанды жалғыз жіберетін. Басында қипақтап, сенсіз жалғыз қалай барамын, бір түрлі ыңғайсыз екен деп сөйлейтін. Кейіннен үйреніп қалды ма? Бармасаң онда маған өкпелеме. Мен келгенше ішің пыспасын деп кете беретін болған. Жылына 1-2 рет ауруханаға барып жатқанда алғаш жылдары артынан іздеп келіп тұратын. Сені сағындым, қашан қайтасың деп көңілін аулайтын. Кейіннен ол да жоқ, таксиге салып жіберетін болды. Еті үйрене бастаған сияқты. Енді бір әдет тапқан, кейде үйге қонбай қалатын болып жүр. Ондай түні Рабиғада ұйқы жоқ, таңға ояу жатады. Бірақ күйеуіне сөйлемейді, іштен тыныш отырады. Бір кезде абысыны келді ғой әйтеуір. Үйдегілермен амандасып болған соң балаларына жиналыңдар кетейік, апаларыңның басын ашытқан шығарсыңдар деп енесіне қарап күліп, сонша қайда жүрсіңдер, 2 күн тойладыңдар ма деді. Апа, жол жоқ, әрең жеттік ауылға деді абысы. Ей, бері жүрші деп келінін бөлмесіне кіргізіп алды. Не болды апа? Мына Рабиға неше күннен бері көңілсіз, аузын ашып сөйлемейді. Не болғанын білмейсің бе? Қайдан білеймін? Сөйлеспедім деп иығынан қиқаң етті. Қайда асық барасың, шай ішіп отырсаңшы, әңгіме айтып, көңілін аулап, маған сөйлемейді. Жақсы. Қайнағам қайда? Ол қазір келіп қалар. Әлгі Жарқынбайдың қызы ауылға келіп еді? Келген. Қай күні көшеде көрген едім. Сорлы десеңші. Сол екен ғой деп екеуі бөлмеден шықты. Бүткіл үйді шулататын абысынның балалары екен. Олар кетісімен үйде тыныштық орнады. Кешкі ас ішіліп барлығы жатып қалды. Ұйықтамаған Рабиға ғана телміріп Дастанды күтеді. Ол бірақ түнімен келмеді. Ертеңінде Рабиға енесімен таңғы шайын ішіп отырып, балалар әлі тұрмаған ғой. Мектеп жоқ болған соң асықпайды. Енесі орнынан тұра бергенде, апа, сізге айтар әңгіме бар еді деді. Ол не тағы дегендей келінінен шоши қарады. Апа, мен кетемін деді жай ғана. Кеткені нес? Қайда барасың? Апа, мені ештеңе білмейді, сезбейді дейсіз бе? Бұдан әрі шыдауға шамам жоқ, кетемін. Қызым-ау, не айтып отырсың? Не болды тағы? Олай маған өтірік әңгіме айтпаңыз, барлығын білесіз. Балаңыз бүгінде үйге келмеді. Түн ұйықтамай таңды атырдым. Маған титтей де жаныңыз ашыса, маған рұқсат беріңіз деді, көзінен сорғалап аққан көз жасына ие бола алмай. Қарағым, рұқсатымды бере алмаймын. Сабырлық сақташы, мына балаларыңды ойласаңшы, оларды қайтесің? Балаларымды тастап кетемін, оларды асырайтын менде шама жоқ. Сабыр қызым, сабыр, шаршаған шығарсың, төркіндетіп баруыңа болады. Болды ғой, бармағаныңа, барып демалып бой жазып келесің деді. Одан әрі тыңдамаймын дегендей ас бөлмеден шығып кетті. Дереу құдағиына қоңырау шалып, Рабиғаның баратынын айтып жатыр. Дастан шынымен де бұл күндері жүрісі көбейген. Оған себеп Жарқынбайдың 2 рет тұрмысқа шығып қайтып келген қызы Марзия. Әкесінен қалған үйді жалғыз өзі тұрып жатыр. Өзінен үлкен ағасы қалада, бұл ауылға келмейді. Өзі де қалаға кеткен, жолы болмай қайтып келді. Ең алғаш осы Дастанды қаладан келе жатқанда көрді. Жол бойында тұрғанда тоқтай қалып ала кеткен. Ауылға жеткенше әңгімелесіп, Дастанға көзі түскен әйел сол жерде телефон номерін алып өзінің жоспарын құра бастаған. Қазір де қасында жатқан Дастанды оятып алмайын дегендей үнсіз жатыр. Шошып оянған ол орнынан атып тұрып жалма-жан киіне бастады. Неге оятпағансың? Енді қайттым деп жынданды. Сенің ұйқыңды қимадым, сондай тәтті ұйықтап жатыр екенсің деді сызылып. Енді мына жарықта үйден қалай шығамын? Қап деді. Ештеңке етпейді, жұрт білмейді дейсің бе деп қарап отыр. Ой, сен де деп сыртқа шықты. Енді көшеде ұры құсап ұрланып келеді. Үйге түк болмағандай кірді де терезеге қарап отырған Рабиғаны көрді. Бөлмесіне кіріп киімін ауыстырды да тамағын ішпестен тракторын от алдырды да жұмысына кетіп қалды. Келесі күні Рабиғаның анасы келіп қызын алып кетті. Балалар қала берсін, ертең сабақ басталады екен, алаңдамай демалып бой жазып кел.
Қайтатын болсаң айтарсың, Дастанды жіберемін деп енесі шығарып салды. Рабиға енді бұл үйге қайтып келмесін деп өзіне сенімді болып бара жатты. Дастан кешке үйге келгенде Рабиға жоқ. Оны анасынан сұрамады да, қайда кеткенін сезіп тұр. Үйге кіргеннен анасы сөйлей жөнелді. Сен осы ұяттан безіп барасың, мына ел-жұрттан ұялмайсың ба? Ана Рабиғаға неге жаның ашымайды? Бейшараның жазығы не, деді баласына тесіле қарап. Апа, әңгімені өзіңіз бастадыңыз, айтайын, мен тоқал аламын дегенде анасы ыршып түсті. Не дейді? Тоқал сенің не теңің? Әкең алмаған тоқалды сен аласың ба, деді. Апа, тоқал алу қазіргі заманда жаңалық емес, елдің барлығы алып жатыр. Тоқалың анау Жарқынбайдың қызы ма? Көргенсіз, мен оны босағаға кіргізбеймін. Апа, ол бөлек тұрады. Анасын өз баласын танымай, ештеңке түсінбей біраз қарап тұрды. Оған Рабиға көнеді дейсің бе? Сіз маған көмектесесіз. Не дейді деп байқұс ана бетін шымшыды. Қартайғанда маған көрсеткенің осы ма? Жолама маған. Қорықпаңыз, сіз айтпайсыз. Сіз тек Рабиға үйге келгенде қолдау көрсетіп отырсаңыз болды. Сонда кім айтады? Әсемге айтып көндіріп қойдым. Бір-екі күнде қолы босаған кезде Рабиғаға барып келеді. Ал енді көнді делік, содан кейін не істейсің? Мәрзия екеумізді қиямыз. Менің заңды әйелім болады. Үйге әкелуші болма, босағамды аттатпаймын. Ой тоба, ей шал, мына балаңның қартайғанда маған көрсеткен қорлығын көрдің бе, деп қабырғада ілулі тұрған шалының суретіне қарап сөйлей бастады. Мені ел-жұртқа масқара қылды ғой, құдаларымның бетіне қалай қараймын деп бетін шымши бастады. Кешкі тамақ істеу керек екені есіне түсіп, ас үйге бұрылды. Тыңдайтын бала бар ма? Барлығын шешіп, тон пішіп қойған. Төркініне келіп әке-шешесінің қасында отырса да, Рабиғаның көңілі көтерілмеді. Асы асты үстіне түсіп бәйек болып жүр. Бүгін не пісіріп берейін? Осылай отыра бересің бе? Аздап сыртқа шығып келсеңші, деді қызына қиыла қарап. Сыртқа шыққанда елге қарайтын менде бет бар ма? Қалаға барып келейікші, дәрігерге қаралуым керек. Мына боранда қайда барамыз? Күн ашылсын кішкене. Барсақ барайық. Келесі күндері боран басылғандай болды. Түске таман үйге Әсем келді. Амандасып, қал жағдайын сұрасып болған соң, үйге қашан қайтасың, деді. Мен енді қайтпаймын. Менің отбасылық өмірім осымен бітті. Ертең қалаға кетемін, деді. Олай айтпа құрбым. Қалада күніңді қалай көресің? Ағайынға бір күн жақсаң, үшінші күні жақпайсың. Күйеуің бар, балаларың бар, енең де бар, бағыңа қарай алтын адам. Сені кім жіберді? Дастан ба, енем бе, деп еді Әсем төмен қарап, кібіріктеп барып. Не ғой, Дастанның саған айтқан сәлемі бар, деді міңірлеп. Өзім де біліп тұр едім. Осы сен кімнің құрбысысың? Маған әйел болып жаның ашымайды екен. Сені бұдан былай көргім келмейді. Мені іздеп келме, деп қатқыл даусымен айтты. Рабиға, кешірші мені. Енді қайтемін. Екеуіңнің ортаңда өлетін болдым. Кешірші, деді құрбысына қиыла қарап. Не дейді Дастан? Не ғой, Рабиға? Дастан тоқал аламын дейді, деп тоқтап қалды. Рабиғаның түрі бұзылып, сұрланып кетті. Көзінен аққан тамшылар төгіліп жатты. Екі қолын қысып ернін тістеніп алған. Денесі дірілдеп отыр. Оны көрген Әсемнің есі шықты. Сен рұқсат берсең, әрине. Өзінің батылы бармай мені жіберді. Сенен рұқсат сұрап жатыр, деп отырып қалды. Сөйлемеші, Әсем. Достар, әңгіменің жалғасын тыңдау үшін төмендегі описание бөліміне кіріп сілтемеге өтіңіздер. Және де менің плейлисте бөліміндегі басқа да әңгімелер, аудиокітаптар, пайдалы кеңестер, видеоларымды қараңыздар. Қазақша контентті қолдап, каналыма тіркеліп, видеома лайк басуды ұмытпаңыздар.